Елімізде 2018 жылдан бері шілденің алғашқы жексенбісінде қазақтың төл аспабы ұлттық домбыра күні аталып өтіп келе жатыр. Бұл күні ықылым заманнан бері атадан балаға мирас болған ұлттық аспабымыз ерекше насихатталып, қоңыр үні жаңғыра түседі. Домбыра жер бетінде кеңінен тараған шертпелі аспаптардың қатарына кіреді. Өнертанушылар мен тарихшылар мұндай аспаптар ғылымда 10-шы ғасырдан бастап белгілі деп тұжырымдайды. Алайда 2010 жылы қазақстандық баспа беттері тарихы біздің заманымыздың 5-ші ғасырынан басталатын ата домбыра табылғанын айтып сүйінші сұраған еді. 1500 жыл бұрын қолданыста болған көне аспап Алтай тауының Монғолия жағындағы үңгір тастан табылған. Әуелі малшының қолынан түскен аспап археологтардың қызығушылығын оятып, 2008 жылы мемлекет қамқорлығына алынады. Бұл ғылыми жаңалыққа қазақ ғалымдары арасынан танымал түрколог, филология ғылымдарының докторы Қаржаубай Сартқожаұлы назар аударып, аспаптың домбыраның арғы атасы екенін дәлелдеп шығады. Осылайша шертпе аспаптардың тарихы біздің заманымыздың 5-ші ғасырынан бастау алатыны белгілі болды. Содан бері домбырамыз халқымыздың қастерлі де қасиетті ұлттық кодына айналды. Осы мереке күні еліміздің әр қиырында қастерлі аспап кеңінен насихатталып, ауқымды концерттер, флешмобтар, тәрбиелік шаралар өтеді. Еліміздегі мектептерде домбыра сабағын пән ретінде енгізіп, жастарға ұлттық аспапты насихаттап жүр. Мысалы, 2022 жылдың мамыр айында Елордадағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектепте оқу жылын аяқтаған ең ауқымды домбыра сабағы Гиннестің рекордтар кітабына енді. Мұнда мыңдаған оқушы бір мезетте бірнеше күй орындап, әлем жұртын таң қалдырған еді.